Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазір бізде әдебиеттік оқу сабағы. Балалар, алдымен ынтымақтастық атмосферамызды құрып алайық. Ол үшін алдарындағы тұрған телефонға назар аударуды сұраймын. Қанекей, осы телефонның иесі келіп, телефонын алып, жасырынған бір зат бар. Сол затты көріп, айтсыншы бізге. Қанекей, келе қойыңдар балалар. Бүгінгі сабағымызды біз тілек білдіру, яғни келген әріпке тілек айтамыз. Қанекей, кімден айта ғой? Арсен. Бүгінгі сабақ тамаша өтті. Қандай әріп келді саған? Т әріпі. Тамаша. Келесі қан келді? Бүгінгі сабақта шыдамды болайық. Қандай әріп келген саған? Ш. Ш. Тамаша. Ерасыл. Қандай әріп саған келген? Ф. В. Жақсы айта ғой? Бүгінгі сабақта WhatsApp-пен өткізейік. Жақсы. Келесі Асылхан. Бүгінгі сабақта ақылды болып өтейік. Қандай әріп түсті саған? А. Тамаша. Расымен де бүгінгі сабақта өте жақсы қатысуға тырысыңдар. Ал енді өздерің көріп тұрғандай, бұл не балалар? Сиқырлы не екен балалар? Қобдиша екен. Сиқырлы қобдиша екен. Қанекей, қазір сиқырлы қобдишаның ішін ашып қарасам, ішінде бір ғажап нәрсе бар. Сол ғажап нәрсені ала отырып, балалар, сол ғажап нәрсені ала отырып сендермен осы заттармен жұмыс жасайтынымызды білеміз. Ал ұнаған затты аламыз. Ал балалар, олай болса, алдымызға телефонымызды қояйық. Алдымен балалар, телефонмен бастағанмен ары қарай жалғастырамыз. Телефон арқылы бірінші сұрағымыз. Қанекей, бірінші топтан оқиды. Қанекей, кім оқушы маған? Асылхан. Оқи ғой. Бата деген не? Жақсы. Қанекей, Бекжан қоса ғой. Бата деген жақсы тілек айту. Жақсы тілек айту. Тамаша, жарайсыңдар. Бұл бізде Инстаграм желісі. Екінші сұрақты үнжі оқи ғой. Батаны кім береді? Батаны кім береді? Қанекей, жауап беріңіз. Айтмат. Үлкен адамдар береді. Тамаша. Өте жақсы. Қосатындарыңыз бар ма тағы? Нұрали. Батаны ақсақалдар береді. Ақсақалдар. Тамаша. Ал олай болса балалар, қазір біз сіздермен не істейміз? Миға шабуыл жасаймыз. Олай болса балалар, біз жаңа сіздермен сұрақтарды не арқылы алдық? Каникул көтереміз. Қанекей, тағы да қанекей. Біз бұларды телефонның ғаламторы арқылы және хабарламалар арқылы алдық. Жақсы балалар. Ал осы хабарламаны алу үшін бізге не қажет? Так, не қажет? Не қажет? Қанекей, Еркенас, не қажет? Телефон. Және Компьютер. тағы не қажет? Қанекей, ғаламтор қажет. Жақсы балалар. Олай болса, бүгінгі сабағымыз не туралы болмақ балалар? Ғаламтор туралы. Балалар, бүгінгі сабағымыз ғаламтор туралы ойлар. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты шығарманың маңызды тұстарын анықтай отырып, ашық сұрақтар мен жабық сұрақтарға жауап береміз. Сонымен бүгін біз сендермен сабағымыздың бірінші мақсаты телефонның зияны мен пайдасы туралы сөз қозғаймыз. Бүгінгі мақсатымыз сіздерге түсінікті болды ма балалар? Олай болса балалар, қазір бірінші тапсырмаға кіріспес бұрын алдарындағы тұрған бағалау парағы. Бағалау парағына әрбір жауап берген тапсырмаға біз бір лайктан істейміз балалар? Тамаша. Тапсырма, яғни мәтінді көбірек оқимыз. Бастаймыз. Аман мен телефон. Асан ағайдың Аман деген баласы 5-ші сыныпта оқиды. Оның бір жаман әдеті, мектептен үйге келген бойда телефонның құлағына тыныштық бермейді. Өзі секіріп ойнап тоздырған орынжайға жатып алып, досы
досымен ұзақ сөйлеседі. Міне ол. Тамаша. Әдепке намыс жоқ, әдепсіз намыссыз бала әке шешенің тілін алмай оларды ренжітіп өзіне бақытсыздық әкеледі. Тамаша, тоқтайық. Ал балалар, осы жолды қалай түсінеміз? Осы жолды қалай түсінеміз? Канеки, осы жолды қалай түсінеміз? Жанерке. Іс-әрекеті ата-аналарға ұнамады. Өйткені ода намыс пен әдеп жоқ. Жақсы, тағы да қосатындарыңыз бар ма? Қан келді. Ата-анасын ренжітсе, ол өзіне бақытсыздық әкеледі. Ата-ананы ренжітсе, бақытсыздық әкеледі. Балалар, ал енді парақшамыздағы тұрған қызыл түсті бірінші тапсырма мәтінді оқыдық па? Иә. Екінші тапсырма мәтіннің соңғы азат жолына мәлімдеме, яғни түсініктеме бердік пе? Жақсы. Және де кейіпкерге баға берсек, онда 3, яғни лайкты не істейміз? Бояймыз. 3 лайкты бояймыз. Қызыл түспен бояймыз. Ал балалар, келесі екінші тапсырма. Бағалау парағымыздағы тұрған екінші тапсырмаға назар аударамыз. Яғни бұл жерде автордың жеке ВКонтакте парақшасын құрастыру қажет. Алдымен мына жерде тұрған толық мәліметті өздеріңіз құрастырасыздар. Және де құрастырып болғаннан кейін бағалау парағына, егер де автордың парағын жасай алсаңыз, лайкты бояйсыз, және де салған деректерді оқимыз. Тапсырма түсінікті ма? Олай болса, ВК парақшасын құрастырамыз. Алдарыңыз қойыңдар. Ал балалар, бұл тапсырманы орындап болсақ, автордың ВКонтакте парақшасын Канеки маған YouTube тобынан бастап. Және бізде Канеки WhatsApp желісінен оқитын Аяжан. Қандай мәлімет жинадыңыз? Жақсы. Ал балалар, келесі тапсырмамыз бұл бізде ғаламтор туралы өлеңді түсініп оқу. Олай болса, мен бүгінгі Facebook тобынан бастағым келіп отыр. Канеки аккуратно бастай ғой. Іренім, жақсы. Тоқтай ғой. Екінші үнжу. Мұндай қызық сәттерден жан серігім тақдирдің періне ұстаймын кітапты керек емес дәптерде. Жақсы. Биік таңғырып уақытымды қоштасып қоюға да мәңгілік. Өте жақсы балалар. Біз сіздермен ғаламтор туралы өлеңді түсініп оқыдық. Олай болса, балалар, қалай ойлайсыздар? Бұл жерде не жайында айтылған? Сөз қозғап жатқан Канеки Ерасыл. Ғаламтор туралы деп жақсы ғаламтор туралы, яғни жақсы Айсұлтан. Сабақ оқымау. Камилді. Сабақ оқымау, тағы білімді ауызлары бәрі көре береді. Тамағымды ішпеймін, солай ма? Кітапты оқымаймын, тек қайда отырам деді? Ғаламторда. Бұл дұрыс па балалар? Дұрыс емес. Ал балалар, біз сіздермен екі тапсырманы орындап болдық. Олай болса, келесі тапсырмамыз, яғни салыстыру тапсырмасы, бұл жерде біздер не істейміз? Яғни берілген авторларды, мәтіннің тақырыбын
birinchi matn ne turali, ikkinchi matn ne turali ekanini yoza o'tirib, ya'ni ularning o'xshashligi men ayirmashligini yozamiz. Sonымен қатар bugungi matnga bergan bag'amni o'sha yerga bo'yab chiqasin. Taqsimot sinibmi? Ya. Ulay bo'lsa oldimizga qo'yamizda, o'rindaymiz. Qalamni olamiz. Yozamiz. Ulay bo'lsa, qaniki qurolay. Birinchi o'qiy qo'y. Advay tabuldi. Matnning taqribi? Taqribi ammam men telefon. O'ta yaxshi. Ikkinchi o'qiy qo'y Arjan. Ertay ashuqday. Ne turali? G'ontur turali. O'xshashligi ne deydi? O'xshashligi avval telefonlar ko'p Yaxshi, sonda balalar telefonga ko'p vaqt istaydi ekan, bo'ladi ekan, al ayirmashligi aytadi. Biri matn, ikkinchisi yaxshi balalar, tomosha. Bariga solay chiqdimi? Ya. Qaniki balalar, ular bo'lsa ne istaymiz? Uchinchi taqsimot ne istaymiz balalar? Bo'yaymiz. Ne orqali? Like orqali ne istaymiz? Bo'yaymiz. Bo'yaymiz. Al balalar, kelesi 4-chi taqsimamiz bu to'liq ishimiz. Qaniki en aldымен sizlarмен Sulifa o'yinini o'ynab jiring. Qaniki 1, 2, 3 bastaymiz. Sulifa. Sulifa. To'xtaymiz. Ulay bo'lsa, sizlar birinchi yaxshi shunday qisgan ya'ni telefonni siyani turali yozadi. Ikkinchi o'ynaymiz. Sulifa. Qara. Sulifa. Ikkinchi to'pqa qisgan ya'ni yeni salsa o'zlari qo'yib o'tsizlar, ya'ni telefonni siyani yozasizlar. Uchinchi ketdik. Sulifa. Sulifa. Tomosha. Sizga bo'lsa, ya'ni ashturga qo'l bizga qo'lga yozasizlar. Kelesi. Sulifa. O'ynaymiz. Sulifa. Tomosha. Ulay bo'lsa sizga YouTube'dan yaxshi foydasi va ziyoni yozasizlar. Taqsimot tushunibdimi? Ya. Ulay bo'lsa qarindashimizni olamiz. Barimiz qarindashimizni olamiz. Avvallar жұмысымыз tayab qoldi. O'rnimizga joylashamiz, o'tiramiz. To'pning ko'zimiz yetakchi bash chiqadi. Kelesi bizga ikkinchi to'p bo'ldi. WhatsApp желisi o'qib qo'yingiz, sizning taqsimongiz. Bizga tushgan telefonimiz ziyoni. Telefonni ko'p qarasa, odamning ko'zi nasharlaydi. Ya'ni taqida uni basa og'rishi mumkin. Biz to'ppi жұмыс жасай келе топпен, сондықтан біз YouTube'дан пайда жағын жаздық. Мысалы, біз YouTube Al balalar, endi biz sizlarмен qo'rqindilau maqsadida TikTok, ya'ni adresin qo'llanamiz. Qaniki u uchun bizga birinchi to'p kela qo'yingizlar beri qaraychi. Salamizni qo'rqindilau maqsadida, ya'ni har bir algan bizga like unadi, unamadi, немесе kommentariy qoldirasizlar. Yaxshimi? Ala qo'yingizlar o'zlaringiz, ala qo'yingizlar. Ala qo'ying. Al Bekjan aytaver. Bizning saboqning foydasini bildik. Ya'ni neni foydasin? Telefonning yaxshi. Jaraysin, qayda solasin? Tomosha, Asilxon. Saboq telefonning ziyonin bildik. O'cha yaxshi salabo qayda solasin? Like solib жатыр. Bugungi saboqda o'zlarimni baholandi. Birinchi belgi ya'ni bizga 10 ball. 10 ball. Ikkinchi 9 ball, 9 ball. Uchinchi bu 8 ball, 7 ball, 5 ball ya'ni 6 ball. Qani o'zimizni baholaymiz, ko'rsatamiz. Baholaymiz. YouTube to'g'ri baholadi, Instagram to'g'ri baholadi, желisi, WhatsApp желisi baholadi, және Facebook желisi tomosha baholadi. Al bolalar, ulay bo'lsa, bugungi saboqni aldarimizga qo'ygan maqsadimizga, ya'ni baholov